Бүгінде еліміздегі кез келген реформа мен жаңа конституцияның өзегі адам және оның құқықтарына бағытталған. Бұған қоса Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының мүгедектер құқықтары туралы конвенциясын ратификациялаған болатын. Аталған құжатқа сай ерекше жандар үшін еш жерде ешқандай кедергі болмауы тиіс. Елімізде соңғы 10 жылдықта мүмкіндігі шектеулі жандарға кедергісіз орта қалыптастыру бағыты жүйелі қолға алынуда. Мәселен, Алматы облысындағы 1422 нысанға бейімдеу жұмыстары көзделген, ал биыл соның 278-і нақты қолға алынады. Заң талаптарына сәйкес кәсіпкерлер мен кез келген ұйым мүмкіндігі шектеулі жандарды қолайлы жағдаймен қамтамасыз етуге міндетті. Бұл нормалардың орындалуын Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Алматы облысы бойынша реттеу және бақылау департаменті жіті қадағалап отыр. Мамандар тұрақты түрде мониторинг жүргізеді, ал заң талаптары бұзылған жағдайда тиісті материалдар әкімшілік сотқа жолданады. Біздің мемлекеттік әлеуметтік инспекторлар тарапынан 25 тексеру жұмыстары жүргізілді. Оның 11-і профилактикалық тексеру жұмыстары, 7-і жоспардан тыс, мынау азаматтардың өтініштеріне байланысты тексеріс жүргізілді, және 7-і құқық органдар прокуратурамен бірге келісіп жүрген жұмыстар. Енді бұл тексерістер нәтижесінде 70 заң бұзушылық анықталды. Сол 70 заң бұзушылықтың аясында 18 ұйғарым берілді, және де 12 жаңағы лауазымды тұлғаларға айыппұл салынды.